Барлығыңызға сәлем. Бүгін сапасы өте жақсы Орео балмұздағын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін 400 грамм 33%-ық сливки керек, және 80 немесе 100 грамм тәттісіне байланысты қант ұнтағы және Орео печенесінің өзі. Сливкиге қант ұнтағын салып миксерлейміз. Бізге қоюлану керек, көлемі жағынан көтеріліп, және оған печененің арасындағы кремді алып саламыз. Және печенені осылай қолмен сындырып саламыз, барлығын араластырамыз. Енді бізге осындай ыдыс керек, пластмасты ыдыс, және қақпағы жабылатын болса тіптен керемет. Барлығын салып, тегістеп, мұздатқышқа салып қоямыз. Сіздерге жұмсақ балмұздақ ұнайтын болса, осы кезде жіберсеңіздер де болады. Біздің балмұздағымыз дайын. Енді мен 8 сағатқа қатырып, сосын алдым. Және осындай домалақ ыдыспен, бұл міндетті емес әрине, алып шарик түрінде десерттік тарелкаға салып тарсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл сапасы өте жоғары және сіздің отбасыңызға жететін үлкен, көп тойымды балмұздақ болып шығады.